Бәріне сәлем, сіздермен желіден Нұралы крипто, және де біз бүгін алтын бойынша свингті разбор жасайтын боламыз. Логика входа қалай болды, не үшін мен бұл жерде лонг алдым, неге мен ол таймхайға сеттім. Сонымен қатар фунт бойынша мына лонгты қарастыратын боламыз, және де евро бойынша мына трейдқа разбор жасайтын боламыз. Сонымен кеттік, давайте бастайық. Бізде алтын бойынша трейдті көрейік, неге мен бұл жерде лонг алдым да. Так, давайте мен бұны басқа поставщикқа қойайын қазір. Мысалға бамды да. Так, неге лонг алдым? Кеттік, давайте разбор жасайық. Мыналар пока өшіріп тастайын. Так, сонымен қарайық. Біз енді мен лонг алған жерге дейін апарып қояйын. Енді мына жерде болды. Вот. Неге мен лонг қарастырдым да? Егер біз бағаны қарайтын болсақ, баға жоғары қарай өсіп жатыр, және де өсудің мақсаты қайда? Ол бізде сол жақтан қарасақ, мына all time high ретінде болады. Енді өскен кезінде бағаның движениесіне мән беретін болсақ, бізде ешқандай ликвидность қалдырмай жоғары қарай өсіп жатқанын бақылап отырмыз да. Және бұл бізге жақсы, себебі астыға түсуге ешқандай негіз жоқ, дальше лонгқа қарай өсе беруге болады деген әңгімені айтып отыр да. Енді қарайық. Мен бұл жерде нені қолдандым? Бұл жерде мен енді көбінесе алтында байқадым. Алтын бізде range high, range low мен жүреді екен. То есть range high, range low дегеніміз не? Бізде сол баға былай қарай өсіп келсе, мынау бізде боковик болады, және де баға не істейді? Осыны range'де болатын болсақ, астын шешіп дальше жоғарыға қарай лонгқа қарай барады. То есть боковиктан да. Енді бұл менің теориям, әркімнің теориясы әртүрлі, поэтому өздеріңіз білесіз. Және де мен осы теорияны қолданып та баға келді. Бізде мына жақтағы боковикті шешкеннен кейін мен часовой таймфреймда вход іздедім. Енді менің входыма мән берейік. Баға келді, часовой таймфреймда біраз құлады, және де мен входты мына неэффективность дисбаланстың толғаннан кейін барып бірақ жинап алдым. Входты алдым, баға келді, және де тағы да бір қарайық. Тағы ликвидностьті шешті. Өте әдемі лонгқа қарай движение жасады. Және мен мына жерде фиксация жасаған жоқпын ешқандай. Бағаны көрдім, жарайды дедім. Енді менің мақсатым мына таргеттер болғандықтан, мен осы таргетқа дейін енді өзім сондай адаммын, до конца ұстайтын. Поэтому не обращаем внимания. Келді, баға коррекция жасады. Коррекция жасаған кезінде тағы да бір рет $746 бір позиция жинап алдым. Содан кейін баға барды. Келесі күні маған take profitпен өте әдемі жауып берді. Енді мен бұл идеяны Telegram каналымда да транслировать еткем. Давайте қазір болайық. Вот алтын бойынша трейдті бөліскенмін. Так, қарайық. Вот лонгқа қарай мына таргеттарға бірінші қарастырамын деп. Енді өздеріңіз картинаны қарасаңыздар, примерно дәл сондай картина шығып отыр да. Так, түсінікті деп ойлаймын. Жалпы логикам бізде мына жерде екінші трейдтің логикасы бұл көбінесе мына неэффективный, яғни дисбаланс зонасынан толтырылғаннан кейін жиналған болады. Стопты әрине қайда? Әрине безопасный зонаға қою керек, және де мен тура сондай әрекет жасадым. Так, түсінікті деп ойлаймын. Неге лонг жинағанымда, давайте қазір менің өзімнің астана провайдерім өтейін, графиктарын тұратын. И входтарды өздеріңіз қарасаңыздар болады. Вход 39-18, примерно сол жерде. Екінші вход 39-38-55, даже астынан кіріппін. Және 46-79 да. Примерно осы аралықтан кірдім, өте әдемі маған орындап берді. Так, түсінікті деп ойлаймын. Келесі трейдқа өтейік. Келесі трейдіміз бізде фунт бойынша болды. Так, басқа поставщикке өтіп қарайық. Бірінші менің входым қай жерде тұр екен, соған мән беріп алайық. Менің входым бұл жерде 375-тен жиналыпты да. Окей. Так, қарайық бізде енді фунт не істеп жатыр? Қарасақ, то же самое алтынмен ситуация да. Бізде астында ликвидность жоқ, ликвидностьтарды шешіп өте әдемі өсіп жатыр, және де соңғы мына ликвидностьті жинап алғаннан кейін енді баға жоғары өсіп бара жатқандықтан мен лонг жинаймын деп шештім. Енді лонг жинау себебім неде? Мән берейік баға ликвидностьті. Енді жоғары қарай өсіп бара жатқандықтан, плюс үстіде не бар? Үстіде бізде так,
мына жақта мынаны таргет ретінде алсам болады, плюс минуста осыған қарасақ болады. Енді ең жақын таргет та, бірақ енді баға мына жақта үстінде ликвидность шешіп дисбаланс толтырып тұр, поэтому мына жаққа тартқан сәл қателеу болушы еді. Енді бұл жерде жинаған позициямды мен максимум мына жерге дейін тарттым да. Енді қарайық, баға келді, мен бұл позицияны 15 минутта жинадым. Менде бұл кешке таман болды Нью-Йоркта да. Қарайық, баға бізде келеді, Азиян хайды шешеді, шешкенден кейін бізде мына хайларды жинамай кетеді. То есть equal ретінде, таргет ретінде қалып қояды. Баға мына лоуды шешіп алғаннан кейін дальше не істейді? Дальше бізде коррекция жасап, Нью-Йоркқа бағаны қалдырып береді. Нью-Йорк келеді, Нью-Йорк сессиясында мен мындай формация көрем. Бұл менің енді нормальный формация да, позиция жинауға болады деген. Келді, то есть және де 375 бағасында мен осы жерде лонг деп позиция жинадым. Цель менде 655-ке дейін болған, даже 655 емес, мен даже мына жерден шығып кетуге тырыстым кажется. Және де бұл жерде примерно плюс 2 риск реворд, 2 RR болды, өте әдемі орындалған трейд. Жалпы қарап өтейік, осындай логикамен менде бұл позиция жиналған болатын, және келді и тейкпен жауып берген, өте әдемі трейдтардың бірі. Енді евро бойынша қарайық, евро неге лонг жинадым, давайте бір таза графикті алып қояйық. Неге лонг, то же самое логика, бізде үстінде цельдар бар, баға сол цельдарды алу керек деген мақсатта жиналған әрекет болады. То есть бізде ликвидностьпен жұмыс жасап жоғары қарай өсіп келе жатқан байқадым. Содан кейін үстіне қарайтын болсақ, үстінде бізде цель ретінде енді мына жақта сәл equal қалдырып кеткен. Equalдар бар, цель ретінде қалдырып кеткен. Бірақ енді жаққа тартқанның орнына жақын тұрған цельға тарта салу маған оңай. Еще мына жаққа ұзақ болушы. Цель ретінде алдым, даже мына хайды алдым, кажется мен. Да, осы хайды алдым цель ретінде. Және менде вход 15 минутта жиналған болатын. Баға келді, Нью-Йорк алдында не істейді? Мына жерде примерно жоқ, бұлай емес, даже 41-ден кеде жинадым осылай. И тейк осында да почти даже 40 емес, 60 қойдым. Осылай жинадым, баға келді, тейкпен әдемі қылып жауып берді. Дальше жинаған себебім мына жақта ликвидность жоқ болды, осыған сүйендім, плюс цельдар болды очевидный, және әдемі тейкпен осылай жабылған болатынмын. Жалпы осындай трейдтар болды. Енді осы аптаның ішінде мен бірнеше трейдтар ашқам, тоже онымен тоже бөлісіп жатамын мен сіздермен да, неге мен бұл трейдтарды аштым деген секілді. Және де сол трейдтардың аптаның қорытындысы ретінде тағы да бір видео салатын боламын. Мына жерде еще вход ретінде менде мына fair value gap'тің инверсиясынан жиналған екен, ешқандай реакция жоқ екенін көремін. Плюс ликвидность шешілген бар, дальше жоғары қарай өте әдемі орындалған трейд. Енді бұл жерде жиналған процент, 1%-ке кірдім мен, тейкпен жаптым. Жалпы осындай трейдтар болды. Мен ойымша жақсы пайдалы ақпараттар алдыңыздар деп ойлаймын өздеріңізге. Плюс мен осы трейдтармен фазаның аккаунтын жапқан болатынмын проп компанияда. Және де енді разборымыз аяқталды. Менің инстаграм аккаунтыма, телеграм аккаунтыма, жалпы каналдарыма жазылды. Ұмытпаңыздар, ол жерде тоже ақпараттармен бөлісіп отырамын, қандай монеталар қарап отырмын, мысалға да не қарастыруға болады деген секілді пайдалы ақпараттар жазамын. Сондықтан достар, каналға жазыламыз, болашақта көп ақпарат болады. Нұрал крипто сіздермен бірге. Давайте, сау болыңыздар.